үй тапсырмасын қайталау ретінде жалғастыру әдісі бойынша Google формадан андай тапсырма берем. Өрнекті береді, көрінікті тұрады, балалар арқылы өздері жалғастырып, мәнін текст строкаға қалдырып кетем ол Google формада. Балалар өздері жазып шығады жауабын. Дескриптор бойынша бірінші балалар маған ауызша айту керек, қай тапсырмада қай қысқаша көбейту формуласын қолданылатынын бірінші айтып шығу керек балалар. Сол бойынша одан кейін балалар өздері жеке өрнектерді ықшамдап шығады. Бұл жерде бағалау мұғалімнің бағалауы, балалардың дұрыс жауабы бойынша мен бағалап шығамын. Google формада бұлардың жауаптары шығады, сол бойынша бағалаймын. Енді мынаған қарашы, мұғалімнің бағалауы. Сен немен бағалайсың? Нені негізге аласың? Айгүлдің көзі жақсы, дұрыс жауап арқылы. Міне, дұрыс жауап арқылы. Тағда, мұғалімнің бағалауы дескриптор негізінде бағалау жүреді. Дұрыс екенін қалай анықтайсың оны? Дескриптор бойынша бағалау болады.